результат айтып кетейін, бұл жерде мен компанияда қазір шындығын ақша үшін бердім да. Өтірік айтпай ақ шындығында. Негізінде басында өзімнің анам инсульт болып қалған қарғыш болды. Бір жағынан сол жағынан да. Жаңа сұрақтар туындап отыр да. Жалпы бұл жерде Байзан жұмыс жасайды негізінде. Жасап жатыр. 3 жолы инсульт алып қарғыш болған да жалпы. Қазір Аллаға шүкір, алдымызда жүр, сол кісінің арқасында осы компанияға келдік. Аллаға серебряный директор болайын деп соны жолындамыз. 3 жылдан бері результат алмаған кісі осы Байзанда 2 ай результат алып кетті, 2 айдың ішінде. Енді 2 айдың ішінде алғанда кәдімгі бұрынғыдағыдай жүгіріп кеткен жоқ жалпы. Жалпы Аллаға шүкір қолдар жасады, саусақтар жасады, кәдімгідей денсаулығы нығайды да, бір сөзбен айтқанда. Қазір Аллаға шүкір менің балдарым сайтқа барады, аппарат әкеледі, қазір жасы 67-де. Жалпы результат солай. Адамдар айтып отыр, әртүрлі онкология. Менің өзімде жеке өзімде онкологиядан көп результат. Грудной бар, әртүрлі жаңағы әйел адамдарда кездесетін. Жалпы өзі жаңадан келіп жатқан адамдар болса да, үш елде түсінбейді біріншіден де. Соларға айтатын, өнім жұмыс жасайды. Тек қана сіздің келген адамдарыңызбен байланысты болсаңыз түсіндіреді сізге ары қарай қалай жұмыс жасайтынын, ары қарай сізбен тағы результат алып жатсаңыз тағы да үйретіп отырады да жерде. Бұл жерде бәрі де результат алғаннан келіп отыр бұл компанияға. Ойланудың қажеті жоқ, жұмыс жасауға болады. Әрине ол өзіңіздің қолыңызда. Негізінде мына Байзандағы жалпы сенуші керек. Сенбесеңіз результат болмайды сізге. Себебі сенім болмаған жерде ешқандай результат болмайды. Келсеңіз ода бәріміз, сенсек қана результат. Сенбей жаңағыдай адамдар болады өздері. Ойланып, ішсем бе, ішпесем бе деп ойланып жүрген адамдар результат болмайды. Ешқашан болмайды. Кешіріңіз олай айтпаңыз. Жоқ, сондай адамдар ойланып жатыр. Сен үшін қарасударыңыз. Жоқ, мен айтайын, жоқ, көп адам сенбейді да, бір күн ішеді, бір күн ішеді деп жатқан ғой, бір күн ішеді. Жоқ, жай болады, жалпы. Мен де болған затта өзім негізінде басында сенген жоқпын мысалда. Ең басында осы компанияға шырақтыңыз ғой. Сенген жоқпын шындығы да басында. Жоқ, түсіндіріп өтатын адам. Жаңадан келген адамдарға дұрыс түсінсін деп жатыр да, сенбегендіктен деп жатыр. Мен өзім басында практикадан өткіземін. Басында сенбесеңіз де дұрыс кәдімгідей дұрыс жұмыс істейді организмде да. Ал шындап сеніп кәдімгідей осы кісі күніне су ішу керек та, жоқ деген 2 литр су ішу керек та. Сол суды уақытында ішсеңіз ғана сеніп результат болады. Менде бір партнерлар болды, келіп су ішпейді бір күн, ойланады, ішемін бе, ішпеймін бе, қалай болады, мен результат жоқ. Сосын 21 мың теңгеге алып алады да, результат жоқ менде дейді. Сосын сұраймын, қалай результат жоқ сіз десем, бір күн іштім, бір күн ішкен жоқпын, бір күн қолым тимей қолым түсіп кеттім, аңдағы алып қойдым. Сондай адамдар өзіңізге сеніп, күнде ішу керек та тоқтап. Сол кезде ғана сіздер результат болады. Өзіңіз денсаулығыңызға жауап берсеңіз, Байзан жауап береді. Ішіп жүрген дәрілерді арасында ішу керек, иә? Жалпы мен сізге өзімнің личный, өзімнің басында практикадан айтайын деп ішті. Менің анам айттым ғой, 3 жыл паралич болып қалды. Бәріңіз білеміз, 6 ай сайын порталда жатамыз. Бірақ менде қазір ондай Аллаға шүкір жоқ, порталда жатпаймыз. Сіз сұрақ қойдыңыз ғой, дәрі ішуге. Негізінде давлениесі бар адам болса, алдынан да ішкен жақсы. Көп па, экватор дейді, қазір давлениенің дәрілері көп та, алдынан да ішкен дұрыс. Себебі сіздің қатты давление көтеріліп кетсе, алдын алады сізден. Сондықтан жоққа шығармай медицинаның берген нелер бар, фармацевтиканы. Соны алдын ала ішу керек негізі. Арасы қанша уақыт болады дәрімен? Тамақтан кейін жарты сағаттан кейін ішсеңіз болады. Бұл жерде результат болады. Көп адамдарға мен